сәлеметсіздер ме? Бүгін Закированың екінші есебін жаттығуын қараймыз. Бірінші есеп: бір стаканға суық су, екіншісіне тура сол көлемде ыстық су құйылған. Қай стакандағы судың ішкі энергиясы көбірек? Екінші жаттығудың бірінші сұрағының жауабы: дене температурасының жоғарылауы затты құрайтын бөлшектердің молекулаларының қозғалыс жылдамдығының және ішкі энергияның артуын білдіреді. Суық су құйылған стаканға қарағанда ыстық су құйылған стаканның ішкі энергиясы көбірек болады. Екінші сұрақ: ыдыстағы су қыздырылды. Судың ішкі энергиясы артты деп айтуға бола ма? Суға қандай да бір жылу мөлшері берілді деп айтуға бола ма? Жауабы: екінші есептің жауабы: ыдыстағы су қыздырылғанда температура артады, сондықтан судың ішкі энергиясы артып, суға жылу мөлшері беріледі. Үшінші сұрақ: егер денеге қатысты 15 джоулға тең жұмыс атқарылса, оның ішкі энергиясы қаншаға өзгереді? Жауабы: денемен жұмыс істеген кезде ішкі энергиясы артады. Дененің ішкі энергиясы жұмыс атқару арқылы өзгертуге болады. 15 джоуль ішкі энергиясы 15 джоулға тең болады. Келесі осы екінші жаттығудың үй тапсырмасы. Теріс температуралы массасы минус 15 Цельсий градус дене ішкі энергияға ие болады ма? Жауабы: дене ішкі энергияға ие бола алады. Келесі екінші сұрақ: жабық сынауықты ыстық суға батырса, сынауықтың ішіндегі ауа молекулаларының кинетикалық және потенциалдық энергиялары өзгере ме? Өзгерсе, қалай өзгереді? Екінші сұрақтың жауабын қарайтын болсақ, жабық сынықта ыдыс суға батырылғанда сынауықтың ішіндегі ауа молекулаларының жылдамдығы артатындықтан кинетикалық энергиясы артады, бірақ потенциалдық энергиясы өзгеріссіз қалады. Үшінші сұрақ: бір ыдыстың ішінде сиретілген газ бар. Тура сонда екінші ыдыстың ішінде сығылған газ бар. Егер олардың температуралары бірдей болса, қайсысының ішкі энергиясы көбірек және неге? Бір ыдыста сиретілген газ бар, екінші ыдыста сығылған газ бар дейді. Сиретілген газда молекулалары алшақ-алшақ орналасқан, сығылған газда тығыз бір-біріне жақын орналасқан және температуралары бірдей. Суреттен көріп тұрғанымыздай, сығылған газдың көп болады ішкі энергиясы, себебі оның молекулаларының орналасуы жақын және жылдамдығы жоғары болады. Сол себепті сығылған газдың ішкі энергиясы көбірек болады.